Суретіңді жан қалтамнан тастамай, мен жүрмін ғой көңіліме тоқсанай. Қарындасым, хал жағдайың қай күйде, көрмегелі өтті апталар 90 ай. Атқан оқтай, аласапыран өтер күн, шапқан аттай мен дауылға жетермін. Бұл дүниеде аман есен сен жүрсең, жаным жайлау, көңілім жаз бекеммін. Қолда автомат, темір телпек басымда, бейне серік сен жүргендей қасымда. Күш еселеп соққы берем жауыма, жеңіс жақын сен мұңайып жасыма. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы тарихқа мәңгі таңба қалдырды. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып ұрыстарға қатысты. Қазақстандық жауынгерлер Украинаны, Белоруссияны, Балтық бойын, Молдавияны азат етті. Мыңдаған қазақ жігіттері кеңес әскерінің құрамында Шығыс Европа халықтарын Гитлердің тепкісінен азат етуге атсалысты. Отан соғысы жылдарында майдан шебінде қазақтың көрнекті тұлғалары мен ақын жазушылары отан үшін от кешіп, қасық қаны қалғанша қайсарлық танытып, кеңес одағы сарбаздары сапында ерлік көрсетті. Бұл тізімде қазақ халқының ірі ойшылы, реформатор Абай Құнанбайұлының ұрпақтары да бар еді. Біз бүгін ақын ұрпақтары жайында сыр шертпекпіз. Жошыхан Жағыпарұлы, Берекехан Құтайбаұлы, Тоқташ Ізкаилұлы, Құзайыр Мекаилұлы, Әлихан Әубәкірұлы, Алпаш Жебраилұлы, Қалышер Мекаилұлы, Қапсәләм Әубәкірұлы, Ишаға Жағыпар қызы. Жошыхан Мағауин Абай Құнанбайұлының шөбересі. 1924 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келген. 1934 жылы әкесі Жағыпар қайтыс болғаннан кейін апасы Ишағы, қарындасы Ғазел үшеуі Алматыда балалар үйінде тәрбиеленеді. Ол Алматы қаласында номер 12 мектеп-интернатты бітіріп, 1942 жылы майданға аттанады. 1943 жылы Харьковты азат ету үшін болған шайқаста ерлікпен қаза табады. Абай музейінің қорында Жошыхан Мағауиннің майдан шебінде жүрген кезіне хабар беретін бірнеше хаттары сақталған. Ұлы ақын ұрпағы өзінің әпкесі Ишағы, қарындасы Ғазел, ағасы Шәмен сынды ет жақын туыстарына жазған болатын. Ардақты тәтешім Шәмен аға, сіздерді Алматыдан кеткеніме 10 ай толғанына аман есендігіммен құттықтаймын. Немістің оғымен құрықталдым, жара өте жеңіл. Қайта шығып, оғымды алатын күшім бар. Оқ сұқ қолымның етін алып, бас бармақтан өтіп, сүйегін аздап, зияндап, кеудеме тиіп теңелді. Төсім астарынан өткізбей, аруақ ұстаса керек, ол жерде оборонда тұрдым. Күндіз дем алып, түнде перестрелка жүрді. Өте жеңіл, қызық өмір болды. Тамағы жоқ, жұмыс жоқ, қолыма взвод беріп еді, ішінде бір ғана қазақ болды. Соның жылағаны басты. Жарадан бұрын хал осылай, туыстар, хал жаман емес. Украинаның жерінде күнде көшіп жүргенім, тұрақты госпиталі жоқ, сондықтан адресім жоқ. Только сендер ой шомып, қайғырмай жүрсін деп жазып отырмын. Сот әкірім, сені менен түсімде жолығып, күндіз оқымай өткен жастықты ойлап, қайран қаламда. Ғазел қалай, хабарласасыздар ма? Осы хал, қош сау болыңдар, жақында үйде болам. Оқ оң қолыма тиді, жазған сол ол. Жошыларың 1943 жыл 3 шілде. Берекехан Құтайбаұлы Абайдың шөбересі, Мағауияның немересі. Семейде 7 класты орысша оқып бітірген. Шығыс Қазақстан облысы Новошульба ауданында Убафорпост ауылдық кеңесінен әскер қатарына алынып, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Абай музейінің қорында Берекеханның 10-нан астам хаты сақталған. Амандық хат, Ғазел, қалай, денің сау, аман есен денсаулықтың арқасында
жақсы түрде жүріп жатқан шығарсың. Сенің салған хатыңды алып өте қуанып қалдым. Июльдің 20-сында салған Жошының хабарын естідім. Қанша ойлағанмен өзі түрі болса болды. Ойлап керегі жоқ. Жаралы болды деп. Соғыс жүріп жаралы болмасқа болмайды. На этом война. Жаралы болды деп ойлап, жылап жүдеме. Это ничего. Аман болсақ, соғысты бітіріп, жеңіспен қайтамыз. Ал қуатым, Жошының хабарын анықтап, жазып жібер. Ишан қайда, соны жазып жібер. Мен бұдан бұрын саған хат салған жоқпын. Себебі анық қайда екеніңді білгенім жоқ. Сенің меркіден салған хатыңды алып, Алматыға қайтат дегеніңді біліп, осы хатты салып отырмын. Берекехан Мағауин, 1943 жыл 13 тамыз. Амандық хат. Ғазел. Қалай? Денің сау. Аман денсаулықтың арқасында оқуды өте жақсы оқып жатқан шығарсың. Денсаулықтың арқасында отан қорғау міндетімді ойдағыдай орындап жатырмын. Жошы мен Ишағының хабарын жазып жібер. Жошы қайда? Үйге келді ме? Келген жоқ па? Жарасы жазылды ма? Соны жаз. Ал менің адресім бұрынғы ескі адрес. Берекехан Мағауин, 1943 жыл 20 қараша. Тоқташ Искаилұлы, Абайдың немересі. Ол домбыра баянда ойнап, Абай әндерін айтқан. Тоқташ неміс фашистеріне қарсы отан соғысына қатысып, 1943 жылы қаза болған. Құзайыр Микаилұлы, Абайдың немересі, бай тұқымы ретінде жер аударылып, елден қуылған. Фрунзе қаласына барып паналап, қара жұмыс істеген. Сол жерден әскерге алынып, 1945 жылы майданда қаза тапқан. Әлихан Әубәкірұлы, Абайдың шөбересі, отан соғысына қатысып, хабарсыз кеткен. Алпаш Жебірәйілұлы, Абайдың баласы, Турағұлдың немересі. Өз әкесі Жебірәйіл, Абайдың інісі Оспанның атына жазылған. Ұлы отан соғысына қатысып, мүгедек болып оралған. Алматы қаласында тұрып, 1990 жылы дүние салған. Қалишер Микаилұлы, Абайдың немересі. Қалишерге байдың тұқымы деген айып тағылып, жер аударылған. Фрунзе қаласынан әскерге аттанып, отан соғысында 1942 жылы қайтыс болған. Қапсәлем Әубәкірұлы, Абайдың шөбересі. Ұлы отан соғысында 1943 жылы қайтыс болған. Ишағы Жағыпарқызы 1922 жылы Семей облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында туған. Ол Абайдың ақын ұлы, Еңлік Кебек Медғат-Қасым поэмаларының авторы, Мағауияның баласы, Жағыпардан тараған Абайдың шөбересі. Ишағы Жағыпарқызы интернаттың 9 сыныбында оқып жүргенде соғыс басталады. Алдымен отбасындағы ұлдар майданға аттанған. 20 жастағы Ишағы Жағыпарқызы майданға өз еркімен сұранып 1942 жылы 2 мамыр күні майданға жіберіледі. Жастайынан ас авиахимге мүше болып, мылтық атуды үйренген Ишағы Жағыпарқызы Хабаровск қаласындағы авиацияның жас мамандарын даярлайтын мектепке жіберіледі. Авиацияның кіші қызметкерлерін дайындайтын курсты оқып бітіріп, авиа атқыш мамандығын алып соғысқа аттанады. Қиыр шығыс майданның 307-ші авиаполкінде Харбин маңында авиация техника болып қызмет еткен Ишағы Жағыпарқызы шебер атқыш деген атаққа ие болады. Сталиннің 1945 жылы 20 тамызда номері 372 бұйрығымен Манчжурия территориясындағы Японияға қарсы ұрыстарға қатысып көрсеткен ерлігі үшін Ишағы Жағыпарқызына алғыс жарияланады. Ишағы Жағыпарқызы ұлы отан соғысына қатысқан Абай ұрпақтарының 9-ның ішіндегі аман оралған екеуінің біреуі. Соғыстан кейін 1946 жылы Алматыға келіп, Қыздар педагогикалық институтына оқуға түседі.
Қолында әпкесі мен сіңілісі болғандықтан оқуды аяқтамай, Абай атындағы Алматы педагогикалық институтының сырттай оқу бөліміне ауысады. 1954 жылы мелиорация және су шаруашылығы министрлігіне жұмысқа орналасады. Сол жерде 40 жылға жуық кадр бөлімінде қызмет істеп, 1988 жылы зейнеткерлікке шығады. Көзі тірісінде Абай ұрпақтарына қатысты құнды деректердің жариялануына өз септігін тигізді. 2014 жылдың 12 маусым күні қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының шөбересі Асылдың сынығы Ишағы Жағыпар қызы 92 жасында дүниеден озды. Қолда автомат, темір телпек басымда, бейне серік сен жүргендей қасымда, күш еселеп соққы берем жауыма, жеңіс жақын сен мұңайып жасыма. Бұл өлең ажалмен айқасқан ақын ұрпақтарының аза жара, тасқа басылған тарих таңбаса, ақындық пен батырлық танытқан Абай ұрпақтарының жүріп өткен жолы мен кешкен ғұмыр көрінісі. Отан үшін жанын қиған Абай ұрпақтары халықтың есінде мәңгі сақталмақ. Біз оларды сарғайған тарих беттерінен тауып, көздің қарашығындай сақталып, бүгінгі күнге жеткен хаттар арқылы жадымызда жаңғыртарымыз анық.